Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай буға піскен бигудидің жасалу жолын көрсетемін. Оған керекті заттарым: бір қасық дрожжым, ұным, қантым. Дрожжды осылай салып аламыз, бір қасық ашытқыны. Оған 1-2 қасық қант саламыз. Осыны кішкене ашытып қоямыз, көтеріледі кішкене. Енді осыны ұнымызға құйып, жұмсақтау етіп қамыр басамыз. Тұз саламыз кішкене. Қантын араластырып жібереміз. Енді осыған кішкене жыл су құямыз. Қамырымызды осылай жұмсақтау етіп басып аламыз. Сонда керемет дәмді жұмсақ тойымды тамақ шығады. Міне осындай жұмсақтау етіп қамыр басамыз. Осыны енді жылы жерге қоямыз. Көтерілгенше мынадай болып көтеріледі. Осыны енді бөлшектерге бөліп аламыз, өзімізге керектілерін. 80 грамдай етіп бөліп аласыздар. Мен көз мөлшерімен жасап жатырмын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Енді осыларымызды дөңгелетіп аламыз. Үйлеу қоюға ыңғайлы сонда. Кішкене қамыр саламыз. Қолға жабысып жатыр. Осындай жұмсақ қамыр болады. Осылардың бәрін осылай дөңгелетіп аламыз. Оқтауымыздың көмегімен осылай жайып аламыз, дөңгелектеу етіп. Осылай етіп барлығын жайып дайындап аламыз. Менде дайын картофелім, етім, жуам, сәбізім туралған. Соны салып жасаймын. Менде осындай дайын. Ішіне салатыным осыны енді салып, ішіндегі қамырын молдау етіп саласыздар. Осылай салып алдым. Енді осыны түйеміз. Шетінен бастап өріп шығамыз осылай етіп. Тойымды бигуди болып шығады.
бөлішетін қысасыздар да осылай екеуін беттестіріп біріне бірі жаба бересіздер. Оған дейін духовкамыздың астына суын қойып, газге қайната береміз. Осылай етіп барлығын жасап аламыз, түйіп, өріп аламыз. Жасалу жолы оңай. Керемет тойымды тамақ болып шығады. Осыны енді духовкаға салып аламыз. Мантовкамыздың ыдысына. Мантовкамыздың астын майлап жібереміз. Міне осындай болып шығады. Осыны енді сұйық маймен бетін майлап жібереміз, кеуіп кетпеске. Барлық шеттерін бәрін сұйық май жағып майлап аламыз. Қайнап тұрған духовкада 45-60 минуттай пісіріп аламыз. Міне пісіп тұрған бигудилерім осындай болып шығады. Қамыры жұмсақ, тойымды тамақ. Асты осындай. Мен ортасынан подливкасын жасадым жуамен сәбізден. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Міне осындай болып шығады. Міне қамырының арасы піскен, жұмсақ, қалың да емес, жұқа да емес, осындай болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар баршаға.